бірінші есепте бір адам екі камераны әрқайсысын 240 фунт стерлингке сатқан. Біріншісінен 20% пайда тапқан, екіншісінен 20% зиян көрген. Сонда мынадан 20% пайда тапқан болса, бұл 240, бұл жерде 120% бағамен кеткен. Ал мына 240 80% бағамен сатылған екен, 20% зиян шекті. Енді бастапқыдағы бұның бағасы қанша болатынын біліп алуымыз керек. 240-тың 100% қанша болады, яғни 120 болса егер ол. Ол үшін біз 240-ты көбейтеміз. 120-дан 100-ге көбейтіп жүреміз. 2 шығады мына жерінен, сонда 200. Бастапқы бағасы 200 болған екен. Ал енді 240-тың 100% табу үшін бұнда былай істеп жібереміз. Мына жер 240. 300. Міне бастапқыда біріншісінің бағасы 200 болған екен, екіншісінің бағасы 300 болған екен. Сонда бұл бастапқы алған бағасы бұның 500 фунт стерлингке алған. Ал қазір сонда бұл 240-тан сататын болса 480, сонда 20 фунт стерлинг зиян көріп жатыр. Яғни 20 лосс есеп шықты.